Барлықтарыңызға сәлем, Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз ашытқыны талап етпейтін бауырсақ дайындайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең бірінші кезекте біз 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Ең алдымен 2,5-3 шай қасық қантымызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл бауырсақты тәтті де және де жай ғана жай тамақтармен жеуге де істеуге болады. Және де мен 1,5 шай қасық тұз саламын. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз, тұзымыз ергенше араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте үстінен сүт құямыз 200 мл. Оны да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды қосатын боламыз. Ең алдымен барлығын венчикпен араластырамын. Одан кейін барып барлығын қолмен араластыратын боламын. Мен жаңа венчикпен араластырып болғаннан кейін қолмен араластырып бастаған кезде қамыр қопсытқышты қосуға ұмытып кеттім. Қазір арасына қосып жіберемін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Біркелкі етіп болып шыға келеді. Негізі онымен бірге қосқаны абзалырақ нан қопсытқышты. Келесі кезекте біз сұйық май қосамыз. Көз мөлшеріне қарай немесе 1,5-2 ас қасық сұйық май құйсаңыздар. Одан кейін бұлғап жібересіздер. Тағы да араластырып қоясыздар. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Ұйығы тез қанады бұндай қамырдың. Ашығанын күтпейміз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа салафанға салып демалтып қоямыз. Одан кейін жұмыс істей берсек болады қамырмен. Біздің қамырымыз демалып болды. Столдың үстіне шамалғаны ұнды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Бір ысып аламыз, әдемілеп, ұнға батырып. Жұп-жұмсақ қамыр біздің. Енді бұл қамырымызды жайып турайтын боламыз. Қамырды мен жұқартып ысып алдым. Егер қамырыңыз неғұрлым жұқа болса, ол соғұрлым қытырлақ болады. Егер кішкене қалыңдау болса, ол жұмсақ болып піседі. Алдын ала мен пешімнің астын қосып, табама май құйып, қыздырып бастадым. Енді барлығын турап, дайындап қоямыз. Майымыз әбден ысығанша. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызбен кесіп дайындап қойсаңыздар болады. Мен осындай шағын 4 бүршіктілер қылып едім. Барлығы турап. Тақтайшаға дайындап қоямын, салған кезде ыңғайлы болсын деп. Біздің майымыз қызыды. Енді бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып, қуырып алатын боламыз.
Мінекей қараңыздар, қалай тез дайын болады. Екі жағын қызартып аламыз. Ашытқысы болмаса да, мінекей қалай көтерілген көрдіңіздер ме? Неғұрлым екі жағын бірдей қызартқанымыз дұрыс. Сонда столдың үстінде де әдемі көрінеді, мінекей. Тез-тез пісіп шығады біздің бауырсақтарымыз. Барлық бауырсақтарымызды осылай пісіріп шығатын боламыз. Енді келесі бетке аударып аламыз, дәл жаңағындай. Бұл бауырсақтарды сүріп аламыз. Тапаға салфеткалар жайып қойсаңыздар, артық майын сіңіріп алады. Осымен бүгінгі біздің дайындаған бауырсақтарымыз дайын. Мінекей, екі жағы да қызарып піскен, көтерілген, ашытқысы болмаса да, мінекей, көтеріліп, жұп-жұмсақ болып піскен. Ішінде ауасы бар. Мінекей, қараңыздар. Іші қандай күшті. Егер де бүгінгі видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.